Бүгін сен заттардың салмағын қалай өлшеу керектігін үйренетін боласың. Суретке мұқият қара. Кәмпиттің салмағы қанша? Дұрыс, 1 килограмм. Қарбыздың салмағы қанша? Дұрыс, 6 килограмм. Ал салмағы үлкен заттарды қалай өлшейді? Үлкен заттардың салмағын өлшейтін өлшем бірлікті центнер дейді. Центнерді С әрпімен белгілейді. 2 қап бидайдың массасын өлшеп көрейікші. 1 қап бидайдың салмағы 50 килограмм. Екінші қаптың да салмағы 50 килограмм. 50 килограммға 50 килограммды қоссақ, 100 килограмм болады. 100 килограмм 1 центнерге тең.